Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын синнабон булочкаларын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге жылы сүт қажет болады. Сүтіміздің жылы болуы өте маңызды. Енді ашытқымызды қосып, және де қантымыздың жарты бөлігін ғана қосамыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, қантымыздың екінші бөлігін қосамыз және де қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Міне біздің ашытқымыз көтерілді, дәл осылай көтерілуі қажет, сонда біздің булочкаларымыз жақсы көтеріледі және де әдемі болып шығады. Жұмыртқамызды қосамыз және де алдын ала ерітілген сары майды қосып жақсылап араластырамыз. Содан соң алдын ала міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Және де артық ұн қосудың қажеті жоқ. Біздің қамырымыз жұмсақ болып шығуы керек. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге мак және де қант қажет болады. Екеуін жақсылап араластырамыз. Негізі синнабон булочкаларына корица пайдаланады, бірақ менің отбасыма ұнамайтын болғандықтан мен макты пайдаландым. Енді кремін дайындаймыз. Бізге творожный сыр және де сары май қажет болады. Екеуін түйіршіктері қалмайынша миксерлейміз. Қант немесе қант ұнтағын қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Негізі кремі өз қалауыңызша қаймақты крем жасасаңыздар болады, немесе өзіңізге ұнайтын басқа да крем түрлерін пайдалансаңыздар болады. Творожный сыр және де сары май толықтай араласқан соң, енді қант немесе қант ұнтағын қосып, тағы да толықтай араласқанша миксерлейміз. Осымен біздің креміміз дайын болды. 1 сағаттың ішінде міне қамырым дәл осылай көтерілді. Енді ұн сеуіп қамырымызды жаямыз. Біздің қамырымыз өте жұқа немесе қатты, қалың болмауы керек, орташа болуы керек. Толықтай барлық жерін біркелкі етіп жаямыз. Қамырымызды жайып болған соң бетіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майды жағамыз. Сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында еріген болуы керек. Микроволновкада еріген сары майды пайдаланбағандарыңыз дұрыс. Бетіне салмасын саламыз. Қант және де макты осылай барлық жеріне бірдей етіп саламыз. Енді қамырымызды рулет секілді етіп арасын тығыз ораймыз. Енді қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Кез келген нәрсемен бөлсеңіздер болады, немесе жай ғана пышақтың көмегімен, немесе мен сияқты осылай жіппен бөлсеңіздер болады. Егер жіпті пайдалансаңыздар, осылай түп-түзу және де әдемі болып шығады. Барлығын осылай біркелкі етіп бөлеміз. Противенге орналастырып, бетін жауып, 10 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Сонда біздің синнабондарымыз одан сайын көтеріліп, әдемі болып шығады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Біздің синнабондарымыз міне дәл осылай пісіп шықты. Енді толықтай суыған соң бетіне кремін жағамыз. Дәл осы рецепт ең сәтті рецепттердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тіпті тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Ең алғаш жасағаннан ақ жұмсақ және де өте дәмді болып шығады. Осымен біздің синнабон булочкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да көптеген рецепттермен бөлісемін.